Қаза тапқан тағы бір қарағандылық сарбазды бүгін туған туысқандар ақтық сапарға шығарып салды. Антына адал 28 жастағы капитан 7 қаңтарда азаматтық борышын өтеу барысында қыршынынан қиылды. Жалпыұлттық азаттық күнінің таңында шахандықтар капитан Әділ Нүркеновті ақтық сапарға шығарып салды. Небәрі 28 жастағы капитан Талдықорған қаласындағы талқандауды көздеген бүлікшілерге тойтарыс беру кезінде қаза тапқан болатын. Марқұмның соңында жұбайы мен қызы қалды. Бейбітшілік пен тұрақтылықты көздеп ерлік жолында көз жұмған жауынгердің мәңгілік ерлігі ел жадында қала бермек. Әділ Нүркеновті ақтық сапарға шығарып салуға жиылған жақындарының жанарлары жасқа, кеуделері өксікке толы. Жаңа жыл мерекесіне орай Талдықорғанға арнайы барған Әділ Нүркеновтің ата-анасы ұлдарын 6 қаңтарда соңғы рет көрген. 7 қаңтарда кезекті жұмысқа шыққан әскери қызметкер әріптесімен көлікте отырған тұста оқ жаудырған. Лаңкестердің лас әрекеті өрімдей жігіттің өмірін қиды. Жаңбырша жауған оқтың бірі бүйрегіне тиген. Вот кто будет ее поднимать? Қабырғамызды қайыстырған қайғылы хабарды естігеннен бері әке-шешесі естерін жия алмай отыр. Бейбіт күнде осындай жағдайдың болғаны жанымызға батады. Артында қалған жанұясының күні не болады? Халыққа қорған болам деген мақсатының соңы осылай аяқталғаны жанында ауыртпай қоймайды. Сенбеске, көнбеске амалымыз жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кіші жедел уәкілі қызметін атқарған марқұм Әділ Нүркеновке президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен жауынгерлік ерлігі үшін медаль берілді. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салғандағы ананың ащы зары мен жұбайының жоқтауы талай жанның жүрегіне батпай қоймады. Мемлекет басшысы тапсырмасына орай марқұмды жерлеу мен несиесі болса толықтай кешіру, қолдау көрсету секілді міндеттерді әкімдік өз мойнына алған. Облыс әкімі орынбасары Абзал Нүкенов аймақ басшысы атынан көңіл хатын жолдады. Елбасына үлкен сіз тұрған кезде осындай әділдей бауырларымыз күресуде жанкештілік ерік көрсетіп жатыр. Әділ бауырымыздың жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, ұстағаны шырақ, мінгені пырақ, барған жері сынақ болсын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бастамасымен жалпыұлттық азаттық күніне орай еліміздің барлық мешіттерінде бір мезетте қасиетті Құран оқытылып, хатым дұғасы бағышталды. Осы орайда Әнет баба мешітінде де марқұмдардың рухына дұға жасалды. 600 беттен тұратын Құран кітап толық оқылды. Еліміздің тұтастығын, халқымыздың тұтастығын, бейбітшілігін сақтап қалу, сондай бір арпалыста әскери бауырларымыз сол өздерін жандарын пида етіп қаза болды. Қайтыс болған бауырларымыздың рухына хатым Құранды бағыштау уақытын белгіледі. Айта кетелік, жалпыұлттық азаттық күні мемлекеттік органдар мен жергілікті әкімдіктердің шекаралық дипломатиялық мекемелердің ғимаратындағы мемлекеттік ту төмен түсірілді. Ойын-сауықтық шаралар мен осы мазмұндағы теле бағдарламалар тоқтатылған. Мақсат Бейсенаев, Еркебұлан Тойболдин, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.